2017 жылдың 26 қазанында Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың қазақ тілі әліпбиін кириллицадан латын графикасына өткізу туралы жарлығы шығып, жаңа әліпби бекітілген болатын. Осы жоба аясында Ақтөбе облысының тілдерді дамыту басқармасы, тілдерді оқыту орталығы, жалпы халықтық талқылама, сауалнама сараптама жұмыстары, дөңгелек үстелдер, онлайн сұхбаттар, диктанттар циклы, жұмыс секілді республика және облыс көлеміндегі жүргізіліп келе жатқан әдістемелік жұмыстары жалғасын табуда. Латын графикасын енгізу ақпараттық және коммуникациялық технологияларды дамытады. Қазіргі уақытта латын графикалы қазақ әліпбиіне көшу ең алдымен заман талабы болып отыр. 21 ғасыр ақпараттық технология ғасыры. Бүгінгідей ақпараттық технология қарыштап дамыған заманда латын қарпін енгізу қиындық туғызбайды. Латын әліпбиін әлемнің дамыған елдерінің біраз қолданады. Латын графикалы қазақ әліпбиі қазақ тілінің халықаралық дәрежеге шығуына жол ашады. Қазақ тіліне компьютерлік жаңа технологиялар арқылы халықаралық ақпарат кеңістігіне кіруге тиімді жолдар ашылады. Латын графикасы қазақ тілінің дамуына жаңа серпін беріп, ақпараттық технологиялардың арқасында оны жаңғыртуға ықпал етеді. Ақтөбе облысы бойынша педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру институты қазақ әліпбиін кириллицадан латын графикасына көшуді кезеңмен жүзеге асыруда, педагогтардың педагогикалық біртұтас көзқарасын қалыптастыру мақсатында ауқымды шаралар, конференция, семинарлар, дөңгелек үстелдер өткізіп келеді. Институттың жоспарына сәйкес ерекше атап өтетін ұлттық комиссия жанындағы әдістемелік жұмыс тобы ғалымдарының қатысуымен өткізілген республикалық ғылыми тәжірибелік конференцияда жетілдірілген әліпбидің жобасының ерекшеліктері, диакритикалық белгілердің тиімділігі, қызметі және бірізділігі облыс педагогтарымен кеңінен талқыланды.